Сәлем баршаңызға. Осындай кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге майымызды қыздырып алып, сиыр еті менде осылай орташа турап аламыз. Майға қорып аламыз. Осылай жайып майға қорып аламыз. Ақпағын жауып қоямыз. Бір 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей осылай шығады. Етіміз осындай болады. Соның үстіне картошка жуамыз, салып аламыз. Картошка жуа, морковымызды. Оларды майға кішкене қорып аламыз, бұлғап. Енді бетіне тұзын саламыз, укропын салып аламыз. Мінекей осылай майға қорып болғаннан кейін үстіне су құямыз. Су осындай болу керек, қатты бетіне дейін келіп, қатты көп емес. Содан соң астын қатты отқа қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осылай қайнайды. Бұлғап алып, астын орташа отқа қоямыз. Оған дейін енді күрішімізді дайындап алатын боламыз. Майымызды қыздырып, қыздырған майға күрішімізді жуып алып, суын төгіп, осылай майға нететін боламыз. Майға қуыратын боламыз. Асты жабысып қалмас үшін қайта араластырып отырған дұрыс. Осылай. Укроп салдым мен. Мінекей осылай қайта астын жабысып қалмас үшін қайта осылай істейміз. Енді мен 3 кесе күріш салдым. Сол 3 кесе күрішке 3 кесе су құямыз. Осылай міне қайнағаннан кейін астын жайында бұқтыртып қоямыз. Мінекей күрішіміз дайын. Ас